Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз бұл менеджменттің негізгі функциялары. Яғни менеджмент ұйымды басқарудың үздіксіз процесі болып табылады, және ол бір-бірімен тығыз байланысты функциялар арқылы жүзеге асырылады. Басқару функциялары ұйым қызметінің логикалық тізбегін құрайды және кез келген басқаруда деңгейінде қолданылады. Классикалық менеджмент теориясында негізгі 4 функция айқындалған: ол жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау. Бұл функциялар біртұтас жүйе ретінде әрекет етеді және ұйымның табысты дамуын қамтамасыз етеді. Менеджмент функцияларының мәні мен рөліне келетін болсақ, менеджмент функциялары басқару қызметінің негізгі бағыттары мен мазмұнын көрсететін әрекет. Менеджменттің мақсаты ұйым мақсаттарына жету үшін басқару процесін жүйелі және тиімді қамтамасыз ету. Оның маңыздылығы әрбір функция басқарудың белгілі бір кезеңін сипаттайды және басқару еңбегінің құрылымын анықтайды. Функциялар ұйым қызметінің барлық аспектілерін қамтиды және басқарушының күнделікті жұмысын құрылымдайды. Олардың дұрыс қолданылуы ұйымның стратегиялық және операциялық мақсаттарына жетуге көмектеседі. Жоспарлау функциясы бұл басқарудың бастапқы функциясы. Жоспарлау функциясының бұл ұйымның болашақтағы даму бағыттарын, мақсаттарын және оларға жету жолдарын алдын ала анықтау процесі. Бұл басқару қызметінің бастапқы және ең маңызды функциясы болып саналады. Қалған барлық басқа функциялар жоспарға сүйенеді. Жоспарлаусыз тиімді басқару мүмкін емес. Жоспарлау ұйымға болашақты болжауға, ықтимал мүмкіндіктер мен қауіптерді анықтауға және оларға алдын ала дайындалуға мүмкіндік береді. Жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттері бұл функцияның ол стратегиялық бағдар, яғни ұйымның миссиясы мен стратегиялық мақсаттарын анықтау және нақтылау. Одан кейін ресурстарды басқару, яғни қаржылық, адами және материалдық ресурстарды тиімді пайдалану жолдарын белгілеу. Үшінші, ол тәуекелдерді басқару, яғни белгісіздік пен тәуекелдерді азайту, болашақ қауіптерге дайындық және шешім қабылдау. Басқару шешімдерінің негізділігін қамтамасыз ету және олардың сапасын арттыру. Жоспарлау процесінің кезеңдері ол талдау, яғни ағымдағы жағдайды зерттеп және мүмкіндіктерді бағалау. Мақсат қою, нақты өлшенетін және қол жеткізуге болатын мақсаттарды белгілеу қажет. Одан кейін стратегия, яғни мақсаттарға жету үшін іс-қимыл жоспарын әзірлеу қажет. Одан кейінгі процестің кезеңі ол бекіту, жоспарды рәсімдеу және оны қабылдау. Келесі екінші функциясы менеджменттегі басқарудың функциясы ұйымдастыру, яғни құрылымды қалыптастыратын функция. Ұйымдастыру функциясы бұл жоспарланған мақсаттарға жету үшін ұйымның құрылымын қалыптастыру және адамдар мен ресурстардың өзара әрекетін үйлестіру процесі. Бұл функция басқару жүйесінде жоспарлаудан кейінгі кезеңді қамтиды және жоспарларды іс жүзінде жүзеге асыруға негіз береді. Біріншіден, құрылым құру, яғни ұйымның ішкі құрылымын анықтау қажет, бөлімшелер мен лауазымдарды қалыптастыру қажет және ол лауазымдардың жауапкершіліктерін атқаратын функцияларын анықтау қажет. Одан кейін үйлестіру, яғни қызметкерлер мен бөлімшелердің өзара әрекетін ұйымдастыру қажет және үйлестіру қажет. Ресурстарды бөлу, яғни материалдық, қаржылық және ақпараттық ресурстарды бөліп, оларды бекіту. Ұйымдастырудың негізгі элементтері бұл еңбек бөлінісі, басқару деңгейлері, құрылымдық бөлімшелер, өкілеттілік пен жауапкершілік, ішкі тәртіп пен ережелер және үйлесімділік. Яғни еңбек бөлінісі бұл жұмыстарды мамандану және тиімділік принциптері бойынша бөлу. Иерархиялық құрылымды анықтау қажет, одан кейін жоғары, орта, төменгі басшылық бойынша. Одан кейін функционалдық және өнімдік бөлімшелерді құру қажет. Одан кейін әрбір лауазым үшін құқықтар мен міндеттерді белгілеу қажет.
Келесі кезең жұмыс процестерін реттеп, нормалар мен стандарттарды енгізу қажет, және соңғысы тиімді ұйымдастыру ұжымдағы үйлесімділікті қамтамасыз ететіні осыдан айқындалады. Практикалық аспектілеріне келетін болсақ, ұйымдастырудың ол тиімділік, икемділік және коммуникация. Дұрыс ұйымдастырылған құрылым міндеттердің тез және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді. Ұйымдастыру ішкі және сыртқы өзгерістерге бейімделуге мүмкіндік береді. Анық құрылым ақпарат алмасуды және шешім қабылдауды жеңілдетеді. Үшінші функцияға келетін тоқтайтын болса, бұл мотивация адам факторын басқару функциясы болып саналады. Мотивация қызметкерлерді ұйым мақсаттарына жету үшін саналы және белсенді түрде жұмыс істеуге ынталандыру процесі. Бұл функция адам факторын басқарудың негізгі құралы болып табылады және ұйым табысының кілті болып саналады. Тиімді мотивация жүйесі қызметкерлердің өнімділігін арттырып, ұжымдағы психологиялық ахуалды жақсартып, персоналдың ауысу деңгейін төмендетеді. Мотивация жеке қызметкерлердің қажеттіліктері мен ұйым мүдделерін біріктіреді. Мотивацияның түрлері мен құралдарына тоқтайтын болсақ, материалдық мотивация, материалдық емес мотивацияның түрлері бар. Яғни материалдық мотивация ол жалақы және тарифтік ставкалар, сыйақылар мен бонустар, пайыздар мен комиссиялық төлемдер, әлеуметтік пакет және жеңілдіктер. Ал материалдық емес мотивация бұл мойындау және алғыс хаттар, марапаттау және медальдар, мансаптық өсу мүмкіндіктері, қолайлы еңбек ортасы және біліктілікті арттыру мүмкіндіктері. Мотивацияның теориялық негізін Маслоу теориясынан, Герцберг теориясынан, күту теориясынан көруге болады. Маслоу теориясы қажеттіліктер иерархиясы, яғни физиологиялық қауіпсіздік, әлеуметтік құрмет, өзін-өзін іске асыру теориясынан. Герцберг теориясы екі факторлы теория, яғни гигиеналық факторлар және мотиваторлар. Күту теориясы еңбек нәтижесі мен сыйақы арасындағы байланыс қызметкерлердің күшін анықтайтыны. Бұл теорияның, мотивациялық теориясының негізін қалайды. Төртінші функция бұл бақылау функциясы, яғни бұл қорытынды бағалау функциясы. Бақылау функциясының мәні мен мақсаты, яғни жоспарланған нәтижелер мен нақты орындалған көрсеткіштерді салыстыру арқылы ұйым қызметін бағалау процесі. Бұл функция басқару процесінің қорытынды кезеңі болып табылады және барлық басқа функциялардың тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Біріншіден, стандарттарды белгілеу, өлшем критериялары мен күтілетін нәтижелерді анықтау. Екіншіден, нақты нәтижелерді жинау және талдау, яғни өлшем және бағалау. Үшіншіден, салыстыру, жоспарланған нақтының арасындағы ауытқуларды анықтау. Түзету іс-әрекеттері, қателіктерді жою және процестерді жақсарту. Бақылаудың түрлері мен кезеңдері бар, яғни алдын ала бақылау, ағымды бақылау және қорытынды бақылау. Алдын ала бақылауда жұмыс басталар алдында ресурстардың, персоналдың және материалдардың сапасын тексереді. Мақсаты мүмкін болатын қателіктерді алдын алу. Ал ағымдағы бақылау бұл жұмыс процесінде үздіксіз мониторинг жүргізу, жедел түзетулер енгізу және бағытты өзгерту мүмкіндігі. Қорытынды бақылауда жұмыс аяқталғаннан кейін нәтижелерді бағалап, болашақ жобалар үшін тәжірибе жинақтау және қорытынды жасау. Бақылау нәтижелері барлық қателіктерді түзетуге, процестерді жетілдіруге және жалпы тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Тиімді бақылау принциптеріне объективтілік, үздіксіздік, икемділік, экономикалық тиімділік және конструктивтілік жатады. Менеджмент функцияларының өзара әрине байланысы бар. Жоспарлау, бақылау, ұйымдастыру және мотивация 4 функциясы. Жоспарлау ол деген бағыт береді және мақсаттарды белгілейді. Ұйымдастыру жоспарларды жүзеге асырады және құрылым құрады. Бақылау нәтижені бағалап түзетулер енгізіледі. Мотивация адамдарды қозғалысқа келтіреді және белсенділік береді. Бұл функциялар бір тұтас жүйе ретінде әрекет етіп, бірін-бірі толықтырады. Олардың кез келгенінің әлсіздігі жалпы басқару тиімділігін төмендетеді.
Басқару функцияларының практикалық маңызы ол тұрақты даму жағынан маңызды, яғни функцияларды тиімді қолдану ұйымның тұрақты дамуын және өсуін қамтамасыз етеді. Стратегиялық және операциялық мақсаттарға жету үшін негіз жасайды. Сонымен қатар бәсекеге қабілеттілік маңызы бар, яғни жүйелі басқару нарықтағы бәсекелестік артықшылықтарды құруға және сақтауға мүмкіндік береді. Өзгермелі ортаға тез бейімделуге қабілетті болады ұйым. Сонымен қатар барлық функциялардың үйлесімді жұмысы басқару сапасын, қызмет көрсету деңгейін және өнім сапасын арттырады. Функциялардың өзара әрекеті практикалық мысал ретінде келтіретін болсақ, жаңа өнім шығару жобасы бойынша, мысалы жоспарлау, ол нарықты зерттейді, мақсатты аудиторияны анықтайды, өндіріс көлемін, шығындарын есептеп, іске асыру мерзімдерін белгілейді. Ұйымдастыру функциясы бойынша жоба тобын құрып, міндеттерді бөліп, жабдықтар мен материалдарды сатып алып, өндіріс желісін дайындайды. Мотивацияда жоба тобына бонустар белгілеп, алдыңғы қатарлы мамандарды тартып, шығармашылық бастамаларды марапаттайды. Ал бақылау функциясы бойынша әр кезеңнің орындалуын бақылап, сапа стандарттарын тексеріп, бюджетті мониторингілеп, қажет болған жағдайда түзетулер енгізеді. Кәсіби дамудың келесі қадамдары ол теорияның терең үйрену, яғни классикалық және заманауи басқару теорияларын оқу, әртүрлі менеджмент мектептерін салыстыру, практикалық дағдысы жобалық жұмыстарға қатысу, топтық тапсырмаларды орындау, басқару шешімдерін модельдеу. Кейс стадияларды талдау, нақты компаниялардың басқару практикасын зерттеу, табысты және сәтсіз тәжірибелерден үйрену. Кәсіби өсу, тағылымдамадан өту, менторлармен жұмыс жасау, нақты ұйымдарда басқару тәжірибесін жинақтау. Менеджмент функциялары табысқа апаратын жол. Менеджменттің негізгі функциялары жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау ұйымды басқарудың логикалық және үздіксіз процесін құрайды. Олар бір-бірімен тығыз байланысты және біртұтас жүйе ретінде әрекет етеді. Осы функцияларды тиімді қолдану ұйым қызметінің нәтижелілігін арттырады, бәсекеге қабілеттілігін нығайтады және ұзақ мерзімді табысты қамтамасыз етеді. Осымен назарларыңызға рахмет.